Маймылдардың ішінде бабуин деп аталатын аса бала жандысы бар екен. Анасының алдында тырбаңдап жатқан құйтақандай қызыл шақа бөбекті отбасы қоршалай отырып алып, қызықтап өбектейді келіп, өбектейді. Бірі ұстап көреді, сипалайды, бірі үстіне қонған шыбын шіркеймен қиқымды тереді. Кішкентай десе жандар қалмайтыны соншалық. Емсерлік мүмкіндігі жоқ жігіттер мен қыздар да көзден сәл таса қалса болды бөбекті алып қаша жөнеледі екен. Алады да баланы бауырына басып, ағаштан ағашқа секіріп, үйірге жоламай жалғыздан жалғыз кетеді. Ауыздан баған бейшара бөбек кейін аштан өледі. Бабуиннің нағыз бабында тұрған жұлындай отағасынан дүниеге 2 перзент келді. Бірі қара қоңыр да, екіншісі аппақ. Қазандай бастарын көтере алмай қалт-құлт етіп анасының жанында байқам тәнтіректеп жүрді. Ересек тартып, қарап жүре алмай, жігітшілік жасай бастаған кезде бабында тұрған отағасы мешайт ететін ондай шолтаңдаған немені үйіріне жолатпай қырасырып қуып тастайды екен. Өзіміздің Қажығали демей-ақ қойыншы, Ақтөбедегі қожа берген құрдасым тәрізді мысалы. Басар тауы барар жері жоқ, саяқ қайда кете қойсын, сол маңды төңіректейді. Саяқтың шеттеп жүрген, бәлкім әдейі шеттеп жүрген, жолы сұйық, қыз-келіншекпен ана көкжалдың көзін ала бере көңіл қосып, жеделдетіп шаруа тындырып жіберетін де бар. Отағасы ондай арамдықты сезіп қалды болды, тақырды дедектетіп, шыбын жанын көзіне көрсетіп, қубадай кеп, қырдан қырасырып жібереді. Бірақ әлгі бәлкім әдейі шеттеп жүрген келіншекті жазаламайды. Бірде үйірдің бір сыпырасы ағаш басында, бір сыпырасы көгалда жай барақат жайылып жүрген кезде үйірден аластатылған саяқ маймыл көзді ашып жұмғанша кеше ғана туған аппақ балақанды іліп ала жөнелді. Алдыңғы сол аяғымен, аяқ деуге қимай отырмын, қол дейінші, қолымен ұстап алды да зымырай жөнелді. Кішкентай ортаншы үлкенге дереу хабар жеткізді. Үйіру да шу. Ағаштың ұшар басында жеміс теріп жүрген отағасы әп-сәтте жерге түсіп, Қажығали демей-ақ қойыншы, Ақтөбедегі әлгі қожа берген құрдасымды құлдыратып қуды да кетті. Күштің ашты күш. Оның кермен тартатын жерлері де бар. Жалмауызға жан керек, саяқ байғұс бас сауғылап балаққаны тастап, қашуға мәжбүр болды. Ана болса ұшып барып сұлқ жатқан аппақ перзентін жерден жұлып алды. Әрине, саяқ қатты ұстаған шақалақта жаны жоқ. Ана байғұс кішкентай қылшықтарын жел қағып желбіреткен өлі денені тазалап, ұзақ мұңайып отырды. Жерге дейін тілім-тілім етіп, қақыратып тастайтын Серенгейттің аяусыз құрғақшылығы келді. Өсімдік атаулы қурап бітті. Ағаштардың сіңірі шықты. Ана байғұс бұл кезде қап-қара боп, жұқанасы ғана қалған балаққанды тастамай, сол қолында уыстап жүр. Жанына қояды да шөптің тамырын қасып жеп, жүрек жалғайды. Баламды біреу алып кетпесін деп жан-жағына үркектей қарайды. Қайран ана жүрек-ай. Сені сабалақ-сабалақ сары маймыл деп жүрсем, адам екенсің. Жоқ, адам да емес. Нағыз ана екеніңсің ғой. Махаббатқа толы ана жүрегінен сенің. Бізді, 2 аяқты туыстарыңды білмегенің, білмейтінің қандай жақсы еді. Біз бала сатуға кірісіп кеттік.